Шымкент әуежайы акционерлік қоғамының Шымкент қаласының әуежайында жасанды ұшу-қону жолағы 2 такси жолдарын салу мен әуе аймақты реконструкциялау жұмыс жобасының ықтимал әсері туралы есебі бойынша болады. Бірінші кезекте қоғамдық тыңдауды жүргізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен хатшысын сайлап алайық. Одан кейін жалғастырамыз. Ережеде қоғамдық тыңдаудың төрағасы жергілікті атқарушы органның өкілі болады деп көрсетіледі. Жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде мен келіп отырмын. Мұсабай Ержан Сапарбекұлы, Шымкент қаласының Қамал жайлы ортаны дамыту басқармасының бас маманы болды. Қазіргі өтетін қоғамдық тыңдау төрағасы боламын. Енді арамызда бір хатшыны сайлап алсақ, кім хатшы болады? Ұсыныс бойынша аэропорттың кісілері болу кім болады хатшы? Фамилияңыз? Камбетова. Сіз боласыз, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Камбетова Эльмира Досымбаевна. Аэропортта эскобслужбада жұмыс жасаймын. Техник по учету. Қарсылықтарыңыз жоқ па? Барлықтарыңыз келісесіздер ме бірауыздан? Бірауыздан келісесіз. Қол көтеріп. Қол көтеріп, иә. Енді қоғамдық тыңдаудың регламентін бекітіп алайық. Бірінші кезекте жолаушыларға сөз берсек, 15 минуттай жоба бойынша қысқаша таныстырып өтсек, қандай жұмыстар жүргізілетінін. Одан кейін сол жобаны талқылауға тағы 15 минуттай уақыт берсек, бұл сұрақ жауаптарын ұсыныстарыңыз болса айтып сол жерде өздеріңіз пікірлеріңізді білдіресіздер. Одан кейін қоғамдық тыңдауды қорытындылауға бір 5 минуттай уақыт берсек. Регламентпен келісесіздер ме? Жолаушыларға доклад жасауға, баяндама жасауға 15-20 минут береміз. Талқылауға 15-20 минут береміз жобаны. Одан кейін қорытындылауға 5-10 минут береміз. Келісесіздер ме? Келісесіздер. Жақсы рахмет барлықтарыңызға. Регламентті бекітті деп есептейміз. Барлықтарыңызға тіркеу парағына беріңіздер. Қай елді мекеннен келдіңіздер, толық жазыңыздар. Қай жер білмей көріп қой? Қызылжар дейміз ба? Или коммунизмге келдіңіздер ме? Сол ғой Қызылжар. Онда қоғамдық тыңдауымыз басталып, бірінші кезекте жолаушыларға сөз берейік. Жоба бойынша қысқаша тыңдап өтейік баяндама. Қайырлы күн, бүгінгі ашық жиналысқа келген қатысушылар. Шымкент қаласының әуежайында жасанды жабылған 2-ші ұшу-қону жолағы, жүру жолағы жолдарды салу мен әуе айлақты реконструкциялау жобасы бойынша ашық жиналыстар түріндегі қоғамдық тыңдауға қош келдіңіздер. Жобаға тапсырыс беруші Шымкент қаласының жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасының мемлекеттік мекемесі, бас жобалаушы Айран жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші Өркен жеке кәсіпкері. Кәсіпорын туралы жалпы ақпарат. Қайта құру алаңы орналасқан Шымкент қаласы Абай ауданы Бақбаев көшесі 51-3. Осы жоба Шымкент қаласының әуежайында жасанды жабыны бар 2-ші ұшу-қону жолағы, әуе айлағының, жүру жолағы жолдарын салу мен әуе айлақты реконструкциялау құрылыс кезеңіне әзірленді. Құрылыстың жалпы ұзақтығы 21 айға созылады. Оның ішінде дайындық жұмыстарын әзірлеу үшін 2 айды құрайды. Құрылыстың басталуы 2-ші тоқсан 2025 жылғы сәуір айы. Құрылыстың аяқталуы 4-ші тоқсан 2026 жылғы желтоқсан айы. Осы жобада Шымкент қаласының әуежайында жасанды жабыны бар 2-ші ұшу-қону жолағы, жүру жолағы жолдарын салу мен әуе айлақты реконструкциялау көзделеді. Жасанды жабыны бар 2-ші ұшу-қону жолағының ұзындығы 3300 метр. Халықаралық стандарттар бойынша FEDC код әрпі бар әуе кемелерін қабылдау үшін жобаланады. Өнеркәсіптік алаңның орналасқан жері Қазақстан Республикасы Шымкент қаласы Абай ауданы Шымкент қаласының әуежайы. Нысанның жалпы ауданы 265.097 гектар. Ең жақын тұрғын үйлер оңтүстік жағынан аумақтар шекарасынан 55 метр қашықтықта орналасқан. Ал ең жақын жер су объектісіне дейінгі қашықтық Бадам өзені 1600 метр. Өндіріс технологиясы мен технологиялық жабдықтың қысқаша сипаттамасы. Жасанды жабыны бар 2-ші ұшу-қону жолағын салу жобасы Шымкент халықаралық әуежай Қазақстандағы көлік хабы ретінде дамыту тұжырымдамасына сәйкес әзірленді.
Жоба елдің транзиттік әлеуметін дамыту бөлімінде Қазақстан 22 стратегиясының жаңа әуежайға салу, қолданыстағыларды реконструкциялау, қосымша авиарейстер ашу, оның ішінде шағын авиация саласында Қазақстан Республикасының көлік жүйесін инфрақұрылымдық дамытудың мемлекеттік бағдарламасының ережелеріне сәйкес келеді. 2024 жылғы 16 мамырдағы техникалық кеңестің хаттамалық шешіміне сәйкес қолданыстағы ұзындығы 2810 метр жасанды жабыны бар бірінші ұшқыну жолағы қону курсының соңынан 510 метр қашықтықта орналастыру және де жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағының осьтері арасында 210 метр қашықтықта жасанды жабыны бар екінші жасанды ұшқыну жолағын орналастыру туралы шешім қабылданды. Әуе айлағы заманауи және жетілдірілген ұшақ түрлерін қабылдайды деп күтілуде. Жоспарланған жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін есептелген жобалық ұшақ ретінде В-777-300 ұшағы, ал жүк тасымалдау үшін В-747-8F ұшағы қабылданады. Осыған сүйене отырып, жаңа әуе айлақ элементтерінің параметрлері Қазақстан Республикасының азаматтық авиация әуе айлақтарының пайдалануға жарамдылық нормаларын жүктеу бойынша В сыныбына қатысты қабылданды. ИКАО халықаралық стандарттары бойынша әуе айлақтың кодтық белгіленуі 4F. Жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағы, қолданыстағы жасанды жабыны бар үшін бірінші ұшқыну жолағымен және перронмен хабарлау үшін 5 жүру жолағы қарастырылған. Оның ішінде бір жылдамдық жиыны бар. Жүру жолағы жолдары жобаланған жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағы, қолданыстағы жасанды жабыны бар бірінші ұшқыну жолағы ұшақтардың тұрақ орындарымен және перронмен байланыстырады. Жобада номер 1 жарық сигналдық жарықтандыру жүйесі және трансформаторлық қосалқы станциялармен, номер 2 сигналдық жарық сигналдық жарықтандыру жүйесі трансформаторлық қосалқы станциялармен ИКАО 3 санаты бойынша әуе айлақты жарықтандырудың жарық сигналдық жүйесімен екінші жасанды ұшқыну жолағы және жүру жолағы жолдарын жарықтандыру көзделген. Онда жарық сигналдық жарықтандыру жүйесінің жұмысын басқару және бақылау жабдығы орналастырылған. Қолданыстағы жасанды жабыны бар бірінші ұшқыну жолағы күрделі жөндеу жүргізілгенге дейін магистральдық такси жолының рөлін атқаратын болады. Қолданыстағы жасанды жабыны бар бірінші ұшқыну жолағы соңында ұшақтардың мұздануға қарсы сұйықтықпен өңдеуге арналған алаң салу көзделген. Жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағында авариялық құтқару жұмыстарын қамтамасыз ету үшін жобалауға арналған тапсырмаға сәйкес негізгі авариялық құтқару станциясы мен авариялық құтқару станциясының құрылысы көзделеді. Негізгі авариялық құтқару станциясының учаскесінде өрт сөндіру үшін әрқайсысының сыйымдылығы 150 метр куб және сыйымдылығы 25 метр куб бар 2 резервуар орналасқан. Авариялық құтқару ғимаратында қазандық үшін 2,10 метр куб құрайтын толық трансформаторлық қосалқы станция, дизель генераторлық қондырғы, сыйымдылық отын қоймасы және де жеке құрамды дайындауға арналған алаңдар орналасқан. Авариялық құтқару станциясының ғимаратынан жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағына өрт сөндіру автомобильдерінің кедергісіз тікелей ұшуы үшін асфальт бетон жабыны бар автожол көзделген. Авариялық құтқару станцияның учаскесінде сондай-ақ сыйымдылықтың 2 өрт өндіру резервуары орналасқан, әрқайсысы 100 метр куб, өрт сөндіру сорғы станциясы сыйымдылықтың 25 метр кубқа дейін сыйымдылығы бар, дизель генератор қондырғысы да бар. Авариялық құтқару станциясының жанында тарату пунктінен РП-5 ғимараты орналасқан. Ғимараттарға кіреберістер қолданыстағы ішкі порт автожолдарынан жүзеге асырылады. Объектіні сыртқы электрмен жабдықтауды іске қосу үшін жобаланатын авариялық құтқару станциясының ғимаратының жанында РП-5 орталық құрылысы көзделген. Ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс алаңы 3848 метр квадрат. Әуе айлақ алаңының ұлғаюына байланысты 16 мамыр 2024 жылдың техникалық кеңестің 2 хаттамасына сәйкес патрульдік автожолы бар әуе айлақтың оңтүстік батыс жағынан жаңа периметрлік қоршау салу көзделген. Бойынша қоршау күзет дабылымен және бейне бақылаумен жабдықталған. Өндірістік участке орналасқан ауданда демалыс аймақтары, мәдениет және сәулет ескерткіштері қорғалатын табиғи аумақтар жоқ. Жобаланатын объект экологиялық кодекстің екінші қосымшасының 2 бөлімінің 5-3 тармағына сәйкес 2 санатқа жатады. Әуе кемелерін қабылдауға, жөнелтуге және әуе тасымалдарына қызмет көрсетуге арналған объектілердің ұзындығы 2100 метр және одан асатын ұшқыну жолағы болған кезде жасанды жабыны бар екінші ұшқыну жолағының жобасы бойынша ұзындығы 3300 метрді құрайды. Есептік ластану көздері мен ауқымы. Объектіні реконструкциялау кезінде атмосфералық ауаға ластаушы заттардың 20-сы шығарылатын болады. Нысанның қайта құру кезінде атмосфералық ауаның ластауының 15 көзі анықталды. Оның ішінде 2 ұйымдастырылған және 10 ұйымдастырылмаған. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде атмосфералық ауаның ластауының негізгі көздері болып мыналар табылады. Қазу, тиеу жұмыстары, бояу жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары, бетон қазандығы бұрғылау, асфальт төсеу.
Реконструкциялау кезеңінде атмосфералық ауаға жалпы шығарындылар автокөлікті ескере отырып жылына 1,588 тонна болады. Автокөлік шығарындыларын есепке алмағанда жылына 1,548 тоннаға есептеліп отыр. Құрылыс жұмыстары кезінде атмосфералық ауаға теріс әсер топырақты арнайы техникамен толтыру, инертті материалдарды құю, дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде мүмкін болады. Құрылыс монтаждау жұмыстары кезеңінде ластаушы заттар шығарындыларының барлық көздері уақытша және елеусіз болып табылады. Объектіні пайдалану кезінде атмосфералық ауаға ластаушы заттардың 11-і шығарылатын болады. Нысанды пайдалану кезінде атмосфералық ауаны ластаудың 7 көзі бөлінді. Оның ішінде 3 ұйымдастырылған және 4 ұйымдастырылмаған. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаны ластаудың негізгі көздері: қазандық, отын қоймасы, өрт сөндіру жабдығына техникалық қызмет көрсету және жөндеу шеберханасы, дизельді генератор қондырғысы, өрт сөндіру машиналарына арналған гараждар, арнайы автокөліктерге арналған гараждар болып есептеледі. Пайдалану кезінде атмосфералық ауаға ең көп бірдек шығарынды, жалпы шығарынды автокөлікті ескере отырып жылына 2,855 тонна болады. Автокөлік шығарындыларын есепке алмағанда жылына 2,746 тонна. Реконструкциялау кезеңінде пайда болған барлық қалдықтарды мердігер ұйымдар полигонға әкететін болады. Қайта құру кезеңінде пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі жылына 10.077,7 тоннаны құрайды. Пайда болған қалдықтарды пайдалану кезеңінде мердігер ұйымдар полигонға әкететін болады. Қайта құру кезеңінде пайда болған қалдықтардың жалпы көлемі жылына 15,2 тоннаны құрайды. Барлық қалдықтар 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 320 бабы 2 тармағының 1 тармағына сәйкес оларды жинау, мамандандырылған ұйымдарға беру күніне дейін 6 айдан аспайтын мерзімге дейін қалдықтарға арналған орында уақытша жиналады. Немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын мекемелерге келісімшарт бойынша дербес әкетіледі. Баяндама аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздердің кешіп көзіңіз көшірейікші. Мына жақтан сесна транспорты кемі. Сіздерге түсінікті ма? Жауап бойынша. Қазір мына зумда қатысып отқандарды көрейікші. Зумда қатысып отқандар сұрақтарыңыз бар ма? Ұсыныстарыңыз жоқ ма? Иә, қазір айтамын. Мынау уақыты шектеулі да ма? Меніңше. Сұрайсың ба? Уақыты шектеулі да ма? Регистрациясы. Зумға қатысушылар сұрақтарыңыз бар ма? Түсірдің ма неден? Сіздің аты жөніңізді айтып Нұрғали. Жеке кәсіп. Хайкенова. Хайкен. Онда сұрақтарыңыз болса сұрай беріңіздер, ұсыныстарыңыз болса зумдағы қатар. Қызметіңіз? Қызмет экология. Жобалау. Қандай сұрақтарыңыз бар? Жобалау. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса айтыңыздар. Қазір осынша халық шығарып ғой, біз осында жерде тұрамыз, Құртай көшесінде тұрамыз. Бізге зияны бар ма? Зияны нормативқа сәйкес келетін сондай бір ПДК-дан аспайтын ауаға ластау шығатын сондай бар. Бір ПДК-дан аспайтын. Оған бізге сараптама беретін экологтар, меншікті осы жергілікті акиматтың экологтары ерекең осында қатысып отыр. Осы кісілер бізге сараптама береді. Ол нормадан асқан болғанда біз сараптаманы ала алмаймыз. Солай сіздерге түсініктірейін. Негізінде солай. Бұл жерде не ғой? Жаңа осы аэропорттың несі бар ма? Представитель. Бәріміз ғой. Енді бұл жерде аэропорт жаңағы сіздер проект жасадыңыздар ғой. Бұл кісілерден ішіне түсінбеді деп ойлап отырмын. Жаңа қандай жұмыс істелінеді, соны қысқаша таныстырып айтсаңыздар. Бұл жерде, по-моему, ұшақтың паласары үлкен ғой, иә? Қандай Реконструкцияға ма? Иә, қазір реконструкцияда қандай жұмыстар істеледі? Бұл кісілер қазір, по-моему, докладтан онша түсінбеді. Бізде былай ғой, полоса тұр ғой, бізде полоса деген самолеттің ұшып қонуына жолақ қой, жол. Соның жанына бір тағы да жол салынбақшы. Осы жолақтың осы бар, ортадағы осыдан келесі проектируеміз соғылмақшы жер бар ғой, соның арасы 220 метр, екеуінің арасы. Бұл жерден тағы да бір жолақ соғылмақшы осындай полоса.
Сол жолақтың жанында ма? тура осы тұрған действующий полосаның жанынан тағы да бір полоса соғылмақшы. Басқа. Ол полоса қазіргі действующий полосадан кішкене алға қарай орналасқан ТЛЦ-ға қарай жүреді кішкене. Сондай ұзындығы да бірдей, екеуінің ұзындығы да бірдей, бірақ мынау проектируемый соғылатын полосаның кішкене алға қарай тұрады да, осындай жобамен осындай қазір. Қанша метр? 3300 метр ұзындығы жолақ. Жоқ, қана бірінші жолақтан неше метр ғой? Жаңа 450 метр деді ғой. Сонда жолақтың басталуынан, мынау соғылатын жолақтың басталуының арасы 450 метр. Жобамен солай еді. Сен қандай қызмет? Мен аэропорттың бас энергетигімін. Несі? Бас энергетигімін. Мен Жеңіспін, сізге звондадым. Жеңіс мырза. Жеңіс мырза, әкем аты кім еді? Құлтымаратұлы. Былай. Нұрғали Тайкенұлы, сұрақ сізге. Сосын кейін мына Жеңіс. Жақсы. Мен өзім жаңа жаздым, мен ішінде 40 жылдай зейнеткер болғам. Ұстаз болғам, зейнеткермін, қазір 10 жыл болды. Ал енді осы жерде тұрамын, мен Жеңіс Тастан еді, үйде біледі. Ал енді менің сұрағым, бірінші сұрағым экологқа. Қазір мен Асманмын, Генжетбек бала. Мен мынау үкімет білмеймін қайда жаңағы бір машинадан шыққан әшейін үстімге несі жатыр, айыппұл салады. Ал енді мысалы үшін мен негізгі мамандығым физик, сондықтан мына Байқоңырдағы ракета вертикал ұшады. Вертикал ұшқан кезде оның ұшар кезде 2 тонналы су құяды астына. Ережесі солай. Анау жаңа шыққан кезде ішіне соның өзіне апатты жағдайда жаңағы жерде бір үлкен тамырлы бірдеңе болса басқа шөп шықпайды. Ал енді сіздердің үйлеріңіз ұшақтарыңыз горизонтал ұшады. Ұшқан кезде 1 тонна, мен есептеген жоқпын Жеңіс, 1 тонна бензиннен, сендер бензинге дегенді еуро өте таза ғой, ал енді бірақ бәрібір жердің тарту күші бар, оны жеңу керек. Жерден көтерілген кезде ол үлкен жаңағы өзінен көмірқышқыл газын шығарады. Оған келісетін шығарсыз. Көмірқышқыл газын тонналап шығарады. Ал енді осы көмірқышқыл газына оттекке бір не алу үшін қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Мен сол өткенде мен кімнің қала әкімінің алдында болғанда да осы сұрақ қойған едім. Эколог мақұл деді, қала әкімінің алдында жаңа кейін сіздің нақты сұрағыңыз сұрағым қандай, мысалы соның алып түтін шығып жатыр, көмірқышқыл газы. Енді соны жаңағы оттекке айналдырып отыруымыз керек қой бізге зиян ғой. Мысалы бізге ғана емес, тірі адамның бәріне зиян. Олардың өсіп тұрған өсімдікке де зиян, малға да зиян, тірі адамның бәріне зиян. Ал енді осыған қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Қандай жұмыстар атқарылып жатыр дейсіз? Бұл енді барлығына жобаға байланысты, барлығы жобада байқалған. Экология жағы да, қауіпсіздік жақ барлығы байқалынған. Ол байқалынбаса, ол сіздің адамдың әсер етсе адамдың денсаулығына ешқандай сараптама берілмейді. Экологиялық сараптама берілмейді. Не болмаса, осы экспертизада өтеді ғой, рабочий проект, ол да берілмейді. Нормаларға сәйкес болмаса. Сондықтан сіздің жауабыңызда осындай мен өзім осы жерге 10 жыл болды, мен кәдімгі астма болдым. Менің сауатым, мысалы үшін менің сауатым жетеді. Осылай екендігіне, осылардан болуға таңдығына. Басқалар ше, басқалардың сауаты жете бермейтін адам, тым ауырып жатыр дейді, бәрі дайын салалар. Қазір астманы неге алмайды, группа бермейді, оны есепке алып алуы екіталай. Зардап шегіп жатқан халық. Оған қандай әрекет жасап жатырсыздар? Көмірқышқыл газын оттегінде кішкене былай балама 0 болмаса да кішкене соның көмірқышқыл газын жоюға кішкене қандай әрекет бар бізге? Әуе ұшқыштары международный стандарт дейді ғой, соның бәрімен жасалған, ол бәрі мынау жарамай айтып отқан авиабензин болсын, авиакеросин болсын, олар барлығы өзіңіз жаңа айтып отырдыңыз ғой, олардың сапасы жоғары. Қалған жылжымалы көліктер болды бізде, көшеде жүретін машиналар. Содан гөрі сапасы жоғары. Ендігі айтайын дегенім, ол горизонтальный ұшқанмен ол осы жерден қозғалады да бір не алғаннан кейін көтеріліп шығып кетеді. Маған нақты қандай жұмыстар производственный мониторинг, производственный контроль деген бар экологияда, сондай түсініктеме. Сол производственный контроль бойынша бір кварталына бір рет отчет тапсырады бұл кісілер аэропорт.
производственный мониторинг бұл жерде нелер лабораториялар мониторинг жүргізіп аптасына бір рет замер жасайды. Замер әуе ластану бойынша санитарный защитный зонада жасайды. Сосын источник болса мынау көмір жағатын котелдар нелер соларға кварталына бір рет сондай производственный мониторинг жүргізеді. Производственный контроль. Ол жағы бәрі қарастырылған заңда. Одан бөлек жаңа сіздер аэропорттың несі, сіздерде көгалдандыру бар ма? Тау нелер отырғызасыздар ма? Кісінің айтып отқан жаңа көмір қышқылымен күресетін бір ненің несі, бір тетігі бар ма? ол тау отырса көгалдандыру. Көмір қышқылының несінде алынады да, сол сияқты бір іс-шаралар бар ма сіздерде көгалдандыруына? Енді бұл жерде нақты бұл сұрақ маған қатысы жоқ, бірақ мен бір жауап беріп көрейін. Менікі энергетика жағы ғой, технический жағы. Бірақ бізде жалпы әуежайда бұл мәселемен керісінше бұнымен наоборот күреседі. Себебі тал деген нәрсе ол құстарды жинайды. Құс деген сөз ұшып қонуға, самолетқа өте зиян. Себебі ұшып жатқанда, қонып жатқан кезде жаңағы двигательдер бар, оларға тиіп қалса, сол сияқты. Ол жерде борттың, самолеттің ішінде 150 пассажир кемінде болады да. Сол үшін бұл жерде құстардың алдын алып отыр. Соған қатысты служба бар. Соған сияқты қандай бір бір пайдасымен қатар мынау кезінде айтқанда айтқанымды бәрі тыңдамай қазір зиянын көріп отыр. Миға шалып жатыр, бәрі мидан рак болып жатыр. Кезінде айтқан мен соны дәлелдеп те берген, оқушыларға дәлелдеп берген жұмыртқаның ортасына қойып айтқанды. Сонда мен ешкім тыңдамаған. Қазірде мысалы үшін жаңағы кім қандай әрекет жасап жатыр ешкім жасап жатқан жоқ. Мысалы үшін талексеп саған 10 метрлік талек беріп жатқан жоқ. Әрбірде 3 метрлік, 2,5 метрлік, мысалы үшін айва деген жеміс тал бар екен. Естіген бар шығар, ол күзде піседі. Тоқтады, мен сөйлеймін. Осының жапырағы көміршікті газын сіңіріп өзіне оттегін бөледі екен. Мен соны білдім. Айва деген жеміс тал. Мысалы үшін оның биіктігі әрбірсе 2,5 метр, көп 3,5 метр. Ол құс келмейді оған. Неге енді біз әрекетін жасамасқа? Мен сізге айтайын, сіздің сұрағыңа мынандай жауап. Мынау көгалдандыру жұмыстарының аэропортындағы ұшу-қону жолында анау автомобильдік жолдары секілді маңайына тал еткізуге болмайды. Сондықтан негізі әкімшілікпен экологтармен қарастырылған бұл жұмыс. Бұл құрылыс жасап жатқан жағдайда өздеріне отырғызбаса жеке жер бөлінуге тиісті, солай ғой да? Акимат шешеді оны. Бұл кісілерге құрылыс проектісі барлығы жасалғаннан кейін, неттенен кейін, сол бір территорияны береді, әкімшілік шешеді оны. Сол жерге бұл кісілер тал егеді. Ондай не қарастырылған. Дәл сондай көлем, сіз айтып отқан көлемді, ол кісілер басқа жерге, мемлекеттік жерге, не болмаса көшелерде бір аллеяға, бір деңгейге сондай отырғызып, сондай қарастырылған. Заңда. Мен соны көтерген өткенде. Заңда қарастырылған. Парламент депутатына қойдым сол сауалды. Мына жерде біздің Құлтаевпен жасалып жатқан жерлерімізде 20 гектар жер бар. Нұрғали мырза. Мына жерде мынау елді мекен ішінде 20 гектар жер беріліп жатыр аэропорттың кеңесіне. Соның 6 гектарын беріңіздер, 6 гектарға біз жаңағы көміршікті газын жұтып, оттегін шығаратын 3 метрден аспайтын тал ексін, әрине үкіметтің балансына өтеді ол жер. Қазір енді ол аэропорттың балансында ғой, жекеменшікпен деген аэропорттың меншігінде. Негізі аэропорт 2018 жылы қала әкімінің жаңа коммуналдық меншігіне өтпейді 2018-де. Мен Астанада білдім оны. Біз оны былай не дейік, Ереке, біз сіздерге хат жазайық. Район акиматқа жасар. Район акиматқа да? Район акиматқа. Осы Абай ауданына, Абай ауданына шығастар хат беріп. Акт обследование өткізейік. Сол кезде көгалдандыратын жерлер қай соны жерде сталин акт обследование өткізейік. Мынау негізі есеп беріп отырғанымыз бұл отчет о воздействии на окружающую среду. Отчет. Келесіде рұқсат алу кезеңі болады бізде. Сараптама рұқсат алу пайдалану кезеңінде, сосын құрылыс кезеңінде. Сол уақытта біз осындай акт обследование жүргіземіз де, сол акт обследование сіздерге жүріп, управление сіздер қарастырып өткенсіздер. Жоқ, тау егетін жерлерді акиматқа шығады. Аудан әкімшілігі солар шешіп береді, қай жерде тау тұрғызу. Жоқ, аудан әкімшілігінде бар да, жолдарда жерлер бар, қай жерде отырғызу керек. Сол аудан әкімшілігімен бірлесіп, сол кісілер тау тұрғызу. Онда біз оны сіздің сұрағыңызға сондай біз іс-әрекет жасаймыз. Онда біз сондай хат жолдаймыз. Бұл кісілер белгілеп береді, сосын бұл кісілер сол жерге тал отырғызады. Тағы сұрағым бар Нұрғали мырза. Бірақ сіздер қатысып жатыр
бірақ мына жерде қазір ескі машиналар тұрмайды деп жатыр ғой, ана ескі машина кіргізбейді. Ал енді олар жаңағы экология кері әсер береді табиғатқа. Көмір газ көп бөледі. Ал енді мына жерде бос қаңқалар тұр ұшақтардың, неге 10 жылдан бері тұр. Осылар қайтып кетпей ма обратно неге? Заводқа бірдеңеге жөнделуге бұлар? Сізге қатысы жоқ, бірақ эколог дегенсін қойып жатыр. Бұлардың да кері әсері бар. Бізде әуежайдың өндірісінен орынбасары Алтай Асаханов болды. Сол қатысы жоқ. Ол тұрған бұрынғы мына ұшақтар, ол енді ұшпайтын ұшақтар. Оларды утилизация етеді ғой. Ол тұрған бұрынғы мына ұшақтар, ол енді ұшпайтын ұшақтар. Оларды утилизация етеді ғой. Ол енді мерзім бойынша мынау компания. Мысалы біз кетіп жатыр уже. Мен ғой, жеткізіп қалмай тұршы. Кішкентайлардың бұрынғы бәрі, тамақ алу бәрі. Содан кейін мерзім бойынша ұшақтың неғыл компаниялар утилизация жүреді. План бойынша қазір реконструкция болады, бәрі жерлерді көрсетеді. Сіздер оны келесіде жоспарлауға болады ғой? Иә. Шарт салмайтын қойсын бәрі. Одан соң тағы кездесеміз, тағы да өткіземіз ондай жиналыс. Шарт салмау болғанда біз қазір рұқсат алуға екінші неміз бар, этап. Сол рұқсат алуға жеткенде осындай тағы да бір жиналыс өткіземіз. Сол кезде тағы да талқылауға болады бұндай сұрақтарды. Сол кезде бәрі нақты білгенімізді пландарымыз, қайда пландарымыз. Одан сен есің кім? Ержан. Ержан. Осыдан ұшыларында Германия халқы ұшақты аэропортты жауып қойған. Болмасам қай жерде изіне шығып қалайын, асық көп көрмедім тарихта. Сонда жаңағы адамдарға кері әсерін бергеннен, көмірқышқыл газ көп бөлінгеннен кейін адамдардың ағзасының бәрі тыныш жолдардың бәрі кеткен. Содан кейін барып білмеймін олардың қандай амал жасағандарын. Мүмкін бір жаңағы көмірқышқыл газын оттегін айналдыратын бір амал жасаған шығар, сосын кейін оқып берген шығар. Біз сауатсызбыз. Оны мойындаймыз. Сауатты болсам жүруге көшіп келмес едім. Анау не деген айтты ғой, мә көшіп жер құтқанның ішінде дағы жүруге бармыз. Енді мәселелер көп қой, әлеуметтік мәселелер көп, сондықтан сіздің сұрағыңыз енді дұрыс. Мынау бір жағынан қатысы бар, бір жағынан қатысы жоқ экологияға. Мынау жаңағы айтып тұрсыз ғой, нелерді, техникаларды. Енді сіздер бір жоспарлап бір ендігі осындай неге тыңдауға келгенде бір жоспарларыңыз айтасыздар. Шымкентте уже көптесін бақылау басқармасы боламыз. Көліктегі сіз боламыз. Сіздер ол жақта тұрғынсыздар. Сіз қазір айтып отырсыз ғой, аурушаңдық осы не бойынша. Сіздерде сол аурушаңдықпен ауырып жатқан көршілеріңіз адамдар бар ма? Осы именно осымен ауырып жатқан сіз айтып отырсыз ғой, астма ол бөлек. Именно аэропорттан воздействие түсіп жатқан, тіркелген, берілген осы Абай ауданының территориясы сеске осындай бар ма? Сіздердің Жанар. Есімің кім? Жанар Миланова. Жанар Миланова. Мен оның бәрін негізі медиа емеспін енді. Жоқ, енді ол жақта бізде заслушание болғандықтан, это территориальный сестрді шақыру керек еді да, ол Абайский районы. Ол жақта аурушаңдық тіркелген туралы мәлімет алсақ болады еді ол жақтан, именно осы ауру бойынша. Содан кейін ол ауру тіркелсе, уже бұл жақта подъем болуы мүмкін, әзірлеме жасайды, немесе де басқа да жұмыстарын жасайды аэропорттың тарапынан. Сол бірінші мәселе сол болып тұр, заболеваниесі. Енді жобаға келе жатырмын. Абайский территориальный сестрі бар ғой, сіздердің Абай ауданында болған кейін, Абай ауданында сол жаққа тіркеледі. Мәселені сіздер сол жаққа қарайсыздар. Сол қарағандықтан сол аурушаңдық бар ма, жоқ па? Жоқ, олардан қандай аурулар тарайды? Мен медицинаны баяғы аурулар тарайды ғой ол жақта. Иә, ол тіркелген ба, тіркелмеген. Сіз қазір айтып отырсыз, астма дейсіз, қарашы, ол астма еді, басқа аурушаңдық. Ал именно осы біздің осы аэропортқа қарасты ұшып келген самолеттардың ұшу қону кезінде выделять етіп жатқан несін айтып тұр ғой қазір осы. Сол сіздерге зияны тиіп, сіздерде соның доказательствосы фактически бар ма? Аурушаңдық. Ал ең жақын тұрған Алқап көшесі азанда тамақтарымыз құрап тұрады. Мысалы үшін сен мынау қара. Ауаның ылғалдылығы бар. Сен өзің есепкесің, ауаның ылғалдылығы бар. Нешеде мысалы үшін ауаның ылғалдылығы қалыпты жағдайда ма? Қазір қалыпты жағдайда ауаның ылғалдылығы өз деңгейінде емес. Дәл біз сол сияқты ол
ылғалдылықты өлшеп неғып жатқан ешкім жоқ қой ол. ылғалдық ашық ауада ылғалдық. Оның құрамы, ауаның құрамы. Құрамын қарайды, Иә, оның құрамын тексеру керек. оның составын көреді. Иә, құрамын. Бірақ ылғалдығын қарамайды ол жақта. бұл негізі комплексный сұрақ қой, комплексно шешілетін. СС бар, медицина бар анау. Медицина бар, сес бар, бәрі бір көтеріп өтті. Мен қалардың алдында көтеремін, жаңа эколог емес енді жүрді. Мақұл етті, кімнің ғабиттің алдында мақұл етті, кейін таппай қалды. Сіздер оны СС-қа неге жүгіріп көрдіңіздер ме? Шараларын жүргізіп жаңағы көшуге өзімізді тұрға қалдырып парламенттік мәжіліске бір жаңа бұл жанар нұрланғанның айтып отқан несі, сіздерге айтып отқан жағдай ол ушыққан жағдай бар ма деген сөз ғой. Ушығып қазіргі уақытта осы әуе көліктеріне байланысты ушыққан жағдайлар туған бар ма деп сұрап отырсыз сіздер? Жоқ, оны ғалим мырза, қараңыз. Әр нәрсенің өзінің маманы бар, солай ма? Оның медицина мамандарының ішінде де мамандар көп. Соны зерттейтін мамандар бар. Солар білмесеге біз қайдан білеміз? Енді тақырыпқа сәйкес тағы бір нелер бар ма? Тақырыпта экология, құрылысқа бар болса. Тағы қандай ұсыныстарыңыз енді сіздікі жаңағы түсінікті болды. Ендігі неге жаңа сіздің сұрақтарыңызға дайындалып келеді, жаңағы темір терсектер бойынша. Қайда? Тағы қандай ұсыныстарыңыз бар, сұрақтарыңыз бар? Қайда? Жоқ, енді бұл әуе мынау ұшақтардың жағдайы болған тұр, қазіргі уақытта заман өзгеріп жатыр, қазір көп жақсылықтар бар, жамандықтарды айта беруге болмайды, жақсылықтар да бар. Мынау бізге айтып жатыр ғой, реконструкция жасалып, екінші жол ұшақ бұл барлығы байланысты, өмірмен байланысты жағдайлар ғой. Сондықтан оның қазіргі именно қазіргі керек болып жатқан осындай жасап жатқан жағдайларды негізі қолдану керек деп ойлаймын негізінде. Менің сөзімді тоқтатайын жаңағы ұшақ бізге жақсы қызмет жасап жатыр. Бірақ носы көп. Бұл озон қабатында бірақ ауру көбейіп кетіп жатыр. Оның бәрі сізге қатысы жоқ оның. Бірақ соның бәрін біз есептеуіміз керек. Мүмкін жаңағы мен ойлаймын өзім, мүмкін двигатель ауыстыру керек пе? Электр двигатель сияқты двигательдер. Жаңағы суда жүретін двигатель? Жоқ. Иә, сол сияқты двигательдің ауыстыру керек. Қазір мысалы үшін электр двигателін ауыстырамыз деп жатыр ғой экологияға. Сол сияқты өкілетін нәрсе емес ол. Қазіргі техникаларға гибридный қойып жатыр ғой двигательдер. Қытайлар судың астында жүргізіп жатыр ғой түнде, сол сияқты. Сол электр двигатель жердеміз машиналар шығып жатыр. Мен іштен жаңа двигатель менен дизель двигателіне қатып қаламыз. Сіздерде реактивті двигатель ме? Басқа ұсыныстарыңыз Көп қойған бар қазір не бұл аэропорттан біздің жақсы көріп жатқанымыз шамалы. Өйткені бізде байланыс жоқ, ана бір кабель интернет қызмады. Байланыс жоқ, әкеліп қойған енді Беларусь елдерінің антенна көтеріп берді. Бір 4 метр көтеріп берді. Мына военный жақ. Сонша ма? Все, свет включить. Свет қосыңыз, ағамда. Қай жерде қойғанын көрсетеді ме? Бұл жерде енді жаңағы қосымша соғылатын полоса бойынша ұшақтың жолағы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Көргеніміз екен айтамыз. Көрейік та қай жерге соғылатынын. Жаңағы сүйекті көрсетсеңізші, қай жерге соғылады? Иә. Су ретінде міне. Пайдасын да ойлау керек, зиянын да ойлау керек, бәрін ойлау керек. Осы мына екінші жолақ болса, Осыған. Қай қазір жолақ қайсысы соны түсініп, анау бері серия болып тұрған соң ғой жолақ, ол граница ғой деп по-моему, да? Айва деген анау международный аэропорт деген. Қараңыз, мына ешкім көрініп отыр ма? иә. Мынау действующий полоса. Қазіргі. Иә. Мынау бізде проектируемый міне мынау қызылмен. Мынау осы проектируемый. Ана без рулежной дорожки. Иә, мынау проектируемый. Мыналардың бәрі рулежный дорожка. Жаңа такси жолағы деп жатқандар бар ғой. Мыналар рулежный дорожкалар осында. Қазақша айтсайшы оны, түсініп. Такси жолағы. Ал мынау жаңағы жобаланып жатқан жолақ бізде, мынау салынайын деп жатқан жолақ. Сонда егер де мына жолақ бастамасы десек, мына қараңыз, мына бастауы, қазір істеп тұрған жолақтың бастауы,
Ал мынау сайлайын деп жатқан менің жолақтың бастауы мына жерде болады да сонда. Түсінікті болды, иә? Сонда сіздер мысалы мына жерде тұратын болсаңыздар, сіздерден отдаляться етеді, наоборот, мына жақта ұзайды мына жаққа қарай. Біз не айтамыз ғой? Соны айтып тұрмын, сіздер мына жақта тұрасыздар, солай ғой? Сонда сіздерден былай ұзақтау болады да. Алысқа болады деп Мына жерден сол болады да. Ескі жолға қосылады ғой сонда. Ескі жол міне. Ескі жолақ әуежайдың аэропорттың ескі жолағы қазір істеп тұрған жолағы мынау ақ міне. Мына көрсетіп тұр. Мышық көрініп тұр, иә? Ал соғылайын деп тұрған мынау қызылмен мына осы. Алшақтап. Бұл алшақтайды. Сонда мынау қазіргі действующий істеп тұрған жолақтан екеуінің ара қашықтығы былай ара қашықтығы. Мына апай мына Мәселені келгенде негізі? жоқ, мына тұрып жатқан мына халықтың мынаның бар үйлер мына. Мынаның бар үйлер. Мынау істеп тұрған жолақ мынау сол салынайын деп жатқан жолақтың арасы 220 метр. Ал мынау жолақтың бастауына екінші жолақтың бастауы 450 метрден кейін соғылады мына. Түсінікті ғой, Паласадан мынау заборға дейін ба? жоқ, ол жағын мына жағын. 500 метр ғой. Мына заборға дейін мен точно айта алмаймын. Мына жерде себебі жерлер әлі игеріліп жатыр, себебі мына жақта навигацияның зданиясы соғылады, тағы басқа. Ең жақын ана болып тұр анау жаңағы. Ең жақын мына жақ болады. Осы жер 500 метрге деп шегістік қой, иә? Жоқ, жобамен бізде мынау огни приближение деген бар. Бұл негізінде 900 метр негізінде заборға дейін болу керек. Мынау 1 километрге дейін болуы мүмкін. 1 километр. Мына забордың точно несін айта алмаймын. Бірақ біздің требование бойынша жолақтың бастамасынан 900 метр огни приближение болу керек. Жарты жандар болу керек та. Сонда жобамен 1 километр болуы мүмкін мына жерде. Мына забормен өлшеу керек, точно айта алмаймын. Жалпы түсінікті ғой, иә? Бір нәрсені айтыңызшы. Жаңа мұғаліміміз сен аты кім дедің сен? Ержан ба? Ержан мырза, жаңа мен айттым ғой мына жерде, мысалы үшін мына жерде тұрады екен. Мына жерде, екінші көшеде. Ал енді менің айтып отырғаным мынау міне, мына бір 20 гектар, мына жерде 20 гектар жер жатыр, елді мекен ішінде. Осының бір 6 гектарын жерді қала әкімдігі шығып беріледі. Біз өзіміз керек жаңағыдай. Тоқтаңыз, не сөз бөлінбеді. Сол жерден біз жаңағындай 2 метр, 3 метрден аспайтын жаңағындай көмір қышылғасын оттегіне неғылатын, былай ауыстыратын жемістарды егеміз деген едік. Ал енді оны мен парламент мәжіліс депутатына да шықтым. Бірақ мына жердегілер, сәулет үйіндегілер рұқсат бермеді алдай деді. Архитектураның земельный жаңа сіз айтқан сәулетпен жер қатынастары басқармасы не қылады ол жерде ол. Айтып отырсыз Жүнісбек. Апай, сіз мені қараңыз, картаны қараңызшы. Жүнісбек не ғой, управление земельный участок. Мына жер қазір негізі забор, негізі фактически мына жерде тұр жобамен. Мына жер негізі бос, осы жерде айтып тұрған шығарсыз. Мына жер негізі бос, мынау проектируемый не ғой забор, мынау былай жылжайын деп жатырмыз да мынау. А негізінде дәл қазіргі таңда забор мына жерден бара тұр негізі. Мына жер бос тұр. Жеңіс, мен көршім айтады, бұл забор деген қаяғында дейді. Қай көшеде алып тұрсың? Мен Нұрлы 88. Почти аэропорт. Мына линия тұр ғой, мына линия, соның жанында тұрмыз ғой сонда. Мына жер тұрсын. Сол жерде. Сонда ешқандай варата не көрген жоқпын дейді. Жер мәселесінде жер бөліміне қатысты сол Жер басқармасына. Оған болғанын бәрін көріп тұрамыз. Міне ғой мынау зона, жилой домдарда. Бүгін жилой зона қанша метр, қанша. Мына жерде 1 километр болып тұр мынау. 1 километр 190 метр болып тұр. Мынау ең жақында мына жақтан есептеген. Указкамен көрсетіңізші, біз қай жерде тұрмыз деп? Жоқ, сіз мына жақта тұрсыз, міне сіз абай. Қай жерде? Міне сіз, мына жерде тұрсыз. Жеңіс болмаса ара білеміз. Міне мына жерде тұрсыз. Біле қой оны, енді жаңағы схема бойынша. Жоқ, мына схемада сіз мына жақта қалып кеттіңіз, мына жерде тұрсыз. Тағы да келесіде. Міне, жоқ, міне сіз мына жерлерде тұрсыз, міне көрдіңіз ба? А мына жерлер қазір соғылайын деп тұрған полоса мына жерден түседі былаймен. Бос жатқан жерден түседі да? Иә, бос жатқан жерден түседі. Әлі мына жер қосылмаған, менің мына жер бағана айтып тұрған мына жер бос тұр ғой? Мына жерде қосып алмақшы да былаймен. Жоқ, Жеңіс, сен оның астында мынау электр энергиясын магистралы бар дедің ғой, газ магистралы бар дедің ол жерде. Сен жаңа көрсеткен жерде Жеңіс. Неден тауықханадан кетеді, оның бар. Ой, не жақта ғой. Ол, Жоқ, мына жақтан кабель кіреді мына жақтан, апай мына. Мына жерде аэропортқа, әуежайға мына жақтан кабель кіреді. Бүйтіп мына жақтан айналып былай қарай кіреді. Бұл мынау птицефабрика деген не бар ғой? Сол жерде подстанция бар ана жақта. Сол жақтан кабель кіреді. Мынау алқап алып кіріп келіп жатыр. Бірақ жылой население ол жақта жоқ. Жеңіс шыныңды айтшы, анау Шұбартау жақтағы сенің менің анау қойманың ішінде неше артық не бар?
Енді недегесі бар, ол жерде неше болды? Жоқ, біз мына жерде ескі союз кезінде мына жақта кабеліміз қалған мына үйлердің астында. Мына кейіннен акимат беріп бастады ғой. Сосын біз қазір осы 20-шы жылы қазір үйдің астында емес, мынау көшемен жүреді қазір кабельдер. Қазір көрсетеміз сізге. Енді қазір ол нені? Иә, ол қазір ешқандай зиян жоқ. Кәдімгі көшемен үйдің ішіне кірмейді кабель. Ол жерде 10 мың вольт. Енді Құртаевтың бойындағы кабель ма? Құртаевтың бойында кабель екен? Құртаевтың, иә. Кешіріңіздер, бір минут. Енді зумда да бір сұрай салайыншы, иә? Сұрақтар бар ма? Бар болса бар, жоқ болса жалғастырайық. Нені? Мына зуммен қосылып жатқан адамдар бар да. Алло. Алло. Зумға қатысушылар, сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бар ма? Жиынға қатысушылар, қоғамдық тыңдау қатысушылар. Бұл жерде департамент экология қатысып отыр екен. Мынау Жамиля деген біреу қатысып отыр. Менің. Сіздернікі ма? И одан кейін департамент экология қатысып отыр екен. Енді сұрақтар, ұсыныстар болмаса бір кісілерден, сіздерде жаңа қосымша салынатын жолақ бойынша ұсыныстарыңыз бар ма? Сұрақтар. Енді ол жерде мынадай өзгертілмейді ғой. Салмағын десек қалып кетпейді ғой. Ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Сөйтіп мынау отырыста қоғамдық тыңдауды неғылайық, қорытындылайық. Сөйтіп азай жаңа ерікті командирімізді сұрай бересіздер. Қазір мына зумдың уақыты шектеулі ғой. Ержан, мен жаңа айттым, 90 сөзін толықтай түйін. Мысалы үшін пайданы білеміз да, мысалы үшін ең жаңа экологияға нашар кері әсер беретін ұшақ екен. Ең жақсысы оторвай екен. Пойыз. Ең жақсысы пойыз екен, пойызбен жүргізеді. Оның пайызы аз екен, көміртегі газын ол бөлмейді екен. Ең экологияға көп зиян тиетін ұшақ екен. Ана жерден адам қалап кесіп жатыр, рак көбейіп кетті барлық жерден. Соны ойлануымыз керек. Сіз нені айтып білмейсіз. Басқа қандай ұсыныстарыңыз бар? Жаңа сіздің салыстырғаныңыз ракетамен ұшақты салыстыруға бір жағынан. Мен қауіпсіздік ережесін сақтадыңыздар ма? Ол жерде тонналап су құяды дедім. Сіздер қандай? Сол сияқты не істеп жатсыздар? Не істеп жатсыздар дедім мен. Сіз сұрақ дұрыс болмаған ма? Бұл кісі проектировщик қой. Иә? Бізде енді біз айтатын не? Бір жақтан сіздер проект жасап жатсыздар, бірақ сызығы жоқ қой. Сызығы жоқ болған жағдайда сіздер қала салса алмайсыздар. Сызығыны енді госэкспертизамен ол сіздер бірге қойған замечание. Сол замечание қазір барлығын соны келтіріп жатыр. Сайттар защитная ол қазіргі туындаған жағдай емес қой. Сондықтан ол Ол туындаған жағдайға вот енді бірінші проблема қазіргі таңда біздегі мәселе санитарно защитная зона аэропорт Шымкентте жоқ. Бекітілмеген. Не үшін өйткені соның ішінде үйлер тұр. Соның ішінде беріліп кеткен, сол үйлерді бәрі соқта салынып кеткен, ол 47 пунктте нарушение. Госэкспертиза я сіздерге берді, управление транспорта и Казэнергетика госэкспертиза отказ берген. Санитарно защитная зона. Қанша 500 метр ма? 1000 метр. Қазіргі таңда біздер 500 метр берді. Негізі сайын бойынша Натурный исследование байланысты. 500 болған да? 500 болған емес, минимально 500 алып отырмыз. Жоқ, ол экологияда, ол қазір Самсонда деген жоқ, Самсонда сіздерде бар ғой? Сіздерде жоқ ол. Экологияда болыс воздействие деген. Бізде санитарно защитная зона емес, санитарный разрыв бар. Осы именно осы стратегический объектілерде. Алайда бұл кісілерде жоқ, біз соттасы бұл кісілердің материалын отқаз алып, қазіргі таңда мына қаласының оны санитарно защитная зонасы жоқ деп қаласа солынан тұр. Өйткені управление транспортына материалын отказ беріп кетті госэкспертизаның отказ келді. Санитарно защитная зона предпроектісі жоқ, және де өзінің окончательный проектісі жоқ деп. Енді сол қалай қарайсыздар, сіздер экологтар деп жатқаным ғой, енді қалай саласыздар? Бізге енді қалай? Біз сол санитарно защитная зона деген не бізде 237 не болды ғой? 237 утратили қазіргі екінші бұйрық. Ол сол кезде бізге қатысы болатын. Қазір БСН-да ол қатысы жоқ бізге. Сондықтан санитарно защитная зона ол енді байланысты жергілікті әкімшілік. Қалай сосын мынау заказчик управление транспортымен госэкспертиза осы үш мекеме
соны талқылап соны шешу беру мүмкін. Госэкспертизасының материалын отказы оқыдым ғой мен. Именно СЗЗ-ны жазған. Сосын управление транспорта материалын отказ алып отыр ғой. Бізге жүгініп жатыр бізге. Олсыз біз құрылыс бастамайды. Бірінші құрылыс бастамайды, пока сіздердің сіздерден бізден экология жағынан құжатын алу керек. Жаңа сіз айтып отырған сес жағынан өзінің құжатын алу керек. Содан кейін барып бұл кісілер құрылысты бастайды. Ол уақытқа дейін құрылыс бастауға сол үшін біз өзіміздің экология жағын қараймыз. Тұрғындар жаңағы орналасқан жерде қаншалықты зиян бар, келешекте оны соққан кейін соған жағын қараймыз біз. Облыс воздействиеміз бізде әсер ету аймағына кіре ме кірмей ме ПТК қаласа баспаймын зиянды. Соны қараймыз. Егер асса біз рұқсат бермейміз, аспаған жағдайда рұқсат береміз. Бірақ біз сан жоғына қарай алмаймыз. Оған сез қарайды. Ертең бұл кісілер бізден рұқсат алғанмен, егер сан зонасына рұқсат бермесе, ол кезде бұл кісілер құрылысты бастай алмайды. Пока сан зонаға рұқсат алмайды. Сол жағында түсініңіздер сіздер. Бұл жерде тек қана бізден өтіп кетіп барып саласалады деген сөз емес. Бұл кісілерден айтады, мен оны сан зона білмейді екен, оны бекітіп береді. Оны бізден сан зона қарамаған кейін. Мен оны сан зонаны бекітіп, одан кейін рұқсат алып сондай. Біз өз жағымыздан өзіміздің тұрғын үйлерге қаншалықты тұрғындарға зиян ашу. Түсінікті болды ма сіздерге? Қазір мына жерде забор тұр ғой, ауыл жақта. Сол заборды келіп қозғалтатын былай қарай. Енді ол қозғалту үшін өзінің территориясы болса, енді қозғалту территориясына жатпаса, ол да рұқсат алу керек ол қозғалтуға. Жаңағы архитектурасы бар, земельный бар, рұқсат алу керек. Астында жаңа кім айтты ғой, жеңіс айтпақ сомасында жаңағы не жатыр ғой, трасса жатыр ғой, газ трассасы. Жоқ, соның бәрін қарайды ғой. Оны перебір жасайды ғой, керек болса. Оның бәрін өзі айтады. Оны жергілікті орындар бар, соны қарайды, соны өздері қарап. Құзырлы орындар бар, соны қарайды. Соған жауап берді. Жаңа естідім, сол забор қазір мен ең ақырғы көшеде тұрамын, Малқап көшесі. Осында забор жақта тұратын. Соңғы көшеде. Соңғы көшеде тұрамын, сол жерде бос жер бар ғой. Соңғы көшеге дейін забор болады екен деді, сол жақтан бір рабочылар кіреді, КПП құрылады деді ме? ол енді зеленый акт бар ғой, зеленый акт, соған байланысты ол кісілер өздері заборды қоя салуымен оған бәріне рұқсат керек. Бұл жер кезінде бөлінбесе, ол кісілер забор қоймайды. Егер ертең забор салмай деп жатқан жағдайда, сіздерден тұрғын болғаннан кейін земельный архитектураға қарсы шықсаңыздар болды. Осында бізге забор соғып жатыр. Сол заңды ма заңсыз ба десе сіздерге жауап беру керек. Өйткені жерге қарайтын соң. Ой, айналайын, ерлан жер жанай. Жоқ, енді мен біз экологияға жауап бере алмаймыз ғой. Жылыстап алмай, жылыстап алмай. Бұндай құлақ қос өстіп жүреміз. Әр құзырлы орган өз несіне жауап береді да. Енді бұл жерде тек қана экология мәселесі жоқ, проект тек қана экология. вокруг барлығы кіреді ғой бұл жаққа. Сондай бар. Басқа сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз бәрі түсінікті деп ойлаймын мен. Журналға қатысып отқанда ешқайсы сұрақ не айтпады, ұсыныстар. Енді қорытындыласақ. Жаңа өзің қорытындылайын. Сен рұқсат беріп отырсың. Бұл кісілер қатысушы ғой. Біз қатысушымыз. Сенің сөздерің маған ұнап жатыр. Енді бұл жерде бұл соңғы отырыс емес, бірінші отырыс емес деп ойлаймын, оған да өткен шығармын. Одан кейін мына құжат бізден өткенмен жаңағы айтып отыр бұл кісілер өздерінің құзырлы орган басқа өздерінің рұқсатын бермей бұл кісілер құрылыс бастай алмайды. Мына құжат өткенмен бізден ертең рұқсат алу құжаты бар. Ол кезде тағы жиналамыз осы жерде. Сол кезде жаңағы сіздің техникаңыз бойынша жаңағы самолеттардан шығатын жаңағы выброс дейді ғой, шығарындылардың қандай шара қолданып отқан, шара қолданатын туралы тағы да кісілерге дайындап берсіз. Сіздерден өтінішіңіз. Бір тонна бензиннен қанша шығады екен көмір? Онда келесі. Жалпы негізі аэропорт біздің самолеттар жоқ. Самолеттердің әр самолет компания өзі жекеменшік. Олар тура машиналар тұсап, өздерінің несін алады. Техосмотр сияқты өздеріне не алады. Самолеттар ұшқан кезде қанша зияндылығы бар, қанша не алады. Сондықтан кейін аэропорт тек қана взлетный полоса және обслуживание наземного дейді. То есть біз жанармай құямыз, одан кейін соған борт питание береміз, одан артық не алмаймыз. Болды. Әр самолет ол жекеменшік. Ол сол жекеменшік өзінің жаңа өзіңіз айтқандай двигатель электрический қояды ма, бензинный қояды ма, реактивный қояды ма, ол кісілер өзі жауапты. Түсінесіздер ма? Сондықтан сіздер бөліп алыңдар. Баяғы сіздер үкімет құсап, бір жерде самолетта, аэропортта емес, әр организация бөліп. Мынау Өшілдің орнында қазір 3-4 организация бар. Қазавианавигация бар, аэропорт Шымкент бар, компания СКАТ бар. Көріп отырсыздар ма? И әрқайсысы өз заңның алдында өзінің нелеріне жауап береді. Міне осы. Ол кісілер де рұқсат алады.
мемлекет бұның бәрі мемлекет. жоқ, сіз неғылыңыз түсініңіз. Бұл жерде экология жағынан мен сізге айтып өтейін. Облыс воздействияны есептеген кезде, ПДК-ны есептеген кезде, ол жерде барлық немен алынады, шығарып өндірістер. Ол сіз самолет басқа бір өткенмен, самолет осы жерде ұшқаннан кейін, содан шығатын шығарындылар бізде оны қараймыз. Сол шығарындылардың бәрі қосқан кезде тұрғын алаптан зиян келмеу керек. Бір ПДК деген бар өзінде. Сол бір ПДК-дан аспау керек. Ол сіз самолет басқа бір өтіп бола ма, шетелдік бола ма, бірақ осы жерде ұшқан кейін, осы жерде жақын тұрған тұрғындарына зиян келеді болғанымен біз соның бәрін есептетеміз. Бізде сол Россияға қарап, бізде санитарный зонаның 500 метр алатқанымыз сол кемінде. Бірақ енді қарасаңшы бұл жерде қалай болады. Аэропорт бірінші соғылған. Бізде де мемлекет не берген, жаңағыдай госакт несіне алған. Кейін жыл сайын население аэропортқа жақындап қалды. Көріп тұрсыз ба? Ондай мәселе көп. Иә. Енді ол не үшін? бұның бұл кезде аэропорт соғылған совет үкіметінде өзінің разрывтарымен, өзінің санитарымен бәрін несімен дұрыс соғылған кезде. Мен қысқаша айтайын. Бұл жерде аэропорт соғылған, бірінші одан талас жоқ. Допустим, завод та соғылған, ең бірінші айтқан Шинос, Шымкент мұнай заводы. Бірақ бұл жерде бір минусы сан зонасын бекітпегенсіздер. Любой предприятие өзінің санитарный зонасы болу керек. Олсыз болмайды. Енді аэропорт сан зона бекітіп алған, бекіту керек. Сіздер әр сан зоналар бекітілмеген. Енді әкімшілік бізге 100 метр деп бекітіп берген еді. Бірақ санитарный транспорте несімен шығып, оны қазір 60-а. Енді қазір осы бойынша қазір біздер жұмыс жасап жатыр негізі. Енді сан зона, мен сізге бір сұрақ, сан зона қай жерден бастап есептеледі? Сан зона территорияда, не? От границы сан зона. Сіздің қараңыз, енді сіз уақытысында 100 метр деп алыпсыз, енді ол 100 метр, ол и то не действующий ғой. Әкім берген санитарная защитная зона, әкімнің құзыреті. ол сез береді сан зона. сондықтан біз бұл сіздерге не алып жатырмыз, елдік не бергенбіз біз уже прошение. Екеуінде де отказ алдық. Инвестор причина. Иә, мен сізге шашып отырмын. Солай, сол. Бұл жерде енді ұзын сөздің қысқасы, біздің мына жерде тұрған тұрғындарға зиянымыз тимейді. Ол ең бірінші мәселе. Қазақстан Республикасында әр азаматтың өмірі алдыда тұру керек. Одан кейін барып не алу. Оны тұрасыз. Біздің сол тұрғындарға зиян тигізу жағын ойластырып соны шешуіміз керек. Негізі зиян ғой. Енді ол шын айтқанда ол сол ғой, біз экологияға қарағанда да біз соны қараймыз, Россия бойынша қараймыз қанша. Егер одан асып жатса, біз рұқсат бермейміз ғой. Сондай екен. Енді жақсы зауыттарға келіп қатысқандарыңызға рахмет. Біздер сіздер сияқты осы қаланың тұрғынымыз. Біз басқа қаладан келіп жатқан адамдармыз. Осы жерде тұрғанымызда біз сіздер сияқты ауаның тазалығы бізге де жақсы. Осы қалада бала шағамыз өсіп жатыр, Құдайға шүкір. Өніп жатырмыз. Жалпы экология и ауа бәріне ортақ. Даже ол границада емейді. Қазір әлем бойынша экология ең бірінші көңіл осы экология қарап отыр. Жақсы, келіп қатысқандарыңызға рахмет. Келесі отырыстарда тағы жолығамыз деген үмітпен сол кезде қосымша жаңа сұрақтарыңыз бар. Жеңіс мырзаның аузы келеміз ғой. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Қатысқандарыңызға